Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім Таро жорамалы. Бүгінгі тақырып бір көрерменнің сұрағы екен. Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Көрерменнің сұрағы: дәл қазіргі сәтте жігіт не істеп жатыр дейді. Так, что-то бүгін жорамалға келген адамдар махаббатпен приключение болып тұр ғой сіздерде. Свечаның жаны оғайын болып жатыр ғой. Так. Таро жорамалы бүгін бізде дәл қазіргі сәтте жігіт не істеп жатыр деген сұраққа жауап алатын боламыз. Дегенмен де жігітке характеристика беріп өтейік. Жігітіңізге, не болмаса ер азаматыңызға, күйеуіңізге характеристика беріп өтейік. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырғандарыңыз үшін рахмет. Ер азаматтың характеристикасына келетін болсақ: карта суд, 8 пентаклей, 2 кубков, 2 пентаклей и туз жезлов түсіп тұр. Қарапайым деп айталам. Ер азамат өте қарапайым, мінез құлқына келгенде өте қарапайым, менменсігендігі жоқ, менменсіп көкірексінетіндігі жоқ. Дегенмен де, ол табиғатына келген кезде, өзінің мінез құлқына келген кезде. Оған қоса бұл жерде мен қарым-қатынастық мәселеге келетін болсақ, егер басына қандай да бір қиындық туындай қалған жағдайда бәрін тастай салып, қайттан нөлден бастай салатын адам деп көрсетіп тұр, солай бейнелеп тұр. Ары бері теңселісте жүріп ойлану деген әрине әркімде болады. Дегенмен де былай да ойнап кетіп, былай да ойнап кетіп мінезімен ана жұмысты істеп жүріп, мына жұмысқа көшіп кетіп деген сияқты болады ғой. Ер азаматтың жағынандай именно бұл мінез құлқына келген кезде көбіне жұмыстық мәселеге келген кезде солай болады. Ал іс-әрекетте мінез құлыққа келген кезде, айтып тұрмын ғой, ойнамалы, біресе былай, қиындықтар келген кезде жағынандай бетін одеялмен жауып кетеді, дағына мына жақтан басқа нәрсені жасай береді. Жылы жауып қойғанды, мәселені толығымен шешуден гөрі одан қашқанды жөн көретін ер азамат деп айтар едім. Көріп тұрғандарыңызда ер азаматтың қасиеті осындай болып түсіп тұр. Карта суд деген енді барлығыңызға бейнелеп айтып бердім. Табиғаты сол адам ол. Өзгерте алмайсың ол. Жаңағыдай неше жылдан бері келе жатқан мінез, неше жылдан бері келе жатқан өзінің үйіндегі менталитет, өзінің үйіндегі салт-дәстүр, сен оны өзгерте алмайсың. Оны өзгертеді тек қана өзі, егер қаласа. Қаламаса өзі біледі. Тұрақтылық өте бар. Махаббат жағынан келетін болсақ, тұрақтылық бар деп көрсетіп тұр. Сезім жағынан тұрақтылық бар деп көрсетіп тұр. Дегенмен де жұмыстық мәселеге келген болсын, басқа бір қатынас болсын, жаңағыдай қарым-қатынастық мәселеде де, жұмыста да, не болмаса жаңағы таныс, туған туыстық қарым-қатынастарда да только за жаңағы бір нәрсе істейік деп жатырса, давайте жасайық, солайынан істейік деген сияқты энергетика, ондай да энергетикасы, мінез құлқында ондай да ерекшеліктер бар. Дегенмен де жаңағыдай
көбіне кері қарым мына картаны айтар едім. Осы 2 пентакль картасы, 8 и двойка пентакль мінез құлқындағы ең кері қар болып тұрған деген нәрсе. Ол жағынағындай мәселені шешудің орнына новый нәрсе бастап кетеді. Және біресе былай, біресе олай. Мен айттым ғой, сен сөйтіп айтқансың, жоқ, мен өйтіп айтқан жоқпын деген сияқты бір кішкене сөзінде өз сөзіне өзі жауап бере алмау деген нәрсе көбіне басымырақ көрінеді. Егер мына картада сіз өзіңіздің жаңағы ер азаматыңызды көріп тұрған болатын болсаңыз, онда бұл сіздің жорамалыңыз. Егер жоқ, ұқсамаса, Құдай үшін, жоқ, мынандай емес, бұл өтірік деп жаңағыдай арасында бар сондай жаңа нелер, ондай емес біздің қарым-қатынасымыз дейтін адамдарға мен айтар едім, одан да жеке прогнозға жазылыңыздар. Алдарыңызда көрсетілген нөмірде, WhatsApp нөмірде тіркелген, звондасаңыздар звонок та келіп тұр. Кез келген уақытта, кез келген жағанағы күні маған жазыла аласыздар. Толық прогноздың бағасы 5000 теңге. Жеке расклад жасатсаңыздар болады. Енді ер азаматта қарым-қатынаста нендей жағдай болды? Екеуіңіздің ара қатынасыңызда нендей жағдай болды? Соны көрейікші. Нендей жағдай болды? Қарым-қатынаста нендей жағдай болды? Қарым-қатынасқа үшінші бір адам араласты. Ақша мәселесі де туындап тұрғандығы көрініп тұр. Особенности отбасының арасына түскендігі, махаббатқа байланысты және ер азамат түсіп тұр. Мен айтар едім, бұл жерде мына карталар бойынша ер азаматтың тарапынан, мына өзде карта император өзі түсіп тұр. Ер азаматтың тарапынан екі адамның ортасына түсетін угроза шықты сізге. Угроза со стороны третьих лиц. Бұл не дейді? Бұл не болмаса оның үшінші бір жағынағындай көңіл қосқан әйелі бар деп түсіндіреді. Не болмаса үйінде отбасыда келтіріп тұрған ененің, қайынбикенің, қайынсіңілінің деген сияқты. Не болмаса қайнағасын, жағына қайнағаңның деген сияқты. Сондай нақты бұл жерде әйел не болмаса ер азамат деп көрсетіп тұрған жоқ. Бірақ ер азаматтың тарапынан деп көрсетіп тұр. Ер азаматтың тарапынан сіздердің отбасыңыздың кішкене кризистік кезеңге ұшырап тұрғандығы бар. Кризистік кезең сізде ақшадан да көбіне қарым-қатынастыққа түсіп тұр ғой. Міне көріп тұрсыздар, қарым-қатынастың жанына кризис түскендіктен, отбасы картасына кризис түскендіктен, яғни бір-біріне түсініспеушілік, бір-біріне сүйіспеншілік, кішкене тәтті ауыздың дәмі кетіп тұр деп айтар едім. Бұл жерде анық нәрсе бұл. Ақшаның қысылысы бітетін нәрсе ғой. Отбасыдағы татулық, ауызбіршілік, араға адам түсіп, үшінші бір адам келігіп, екі адамның ортасына келіккеннен кейін, екі адамның бір-біріне деген сенімі кішкене разрушаться етеді. Сен өзіңнің ер азаматыңа сенімсіздікпен қарайсың. Ол саған сенімсіздікпен қарайды. Неге сенімсіздікпен қарайды? Себебі сені бір адам келіп жамандап отыр. Неге сол жамандамайды? Сені, например, сенің сіңілің, сенің сіңілің барып, күйеуіңе барып, не болмаса ағаң барып, күйеуіңе барып, ойбай, ол үйде де осындай еді, ол үйде де сондай еді, бір білмеймін енді, басың піспеген біреу болды деп. Ол айтпайды. Ол жағына жақын туысым деп айтпайды деген мағынада емес. Ол мінез деген барлық адамда бар. Дегенмен де сол мінезін білсін, білмесін, бәрібір сені жаңа отбасы, балаларымның анасы, болашақ жарым деп алғаннан кейін адамның көзі соқыр, құлағы керең болу керек. Әйелдің де, еркектің де. Нақты қарым-қатынасқа үшінші бір адамның келіккендігі. Дәл осы сәттегі сіздің ұрыс-керісіңіздің екеуіңіздің екі жаққа қарап тұрғандықтарыңыздың себебі осы қарым-қатынасқа келіккен адам. Көрейік, қарым-қатынасқа келіккен адам кім? Карта сила, рыцарь пентаклей, девятка мечей, карта мир,
жасырынып тұр дегенмен де айтқан адам артық қылам деп тыртық қылғандығын көріп тұрмыз. Жаңағы асығыстыққа салып қойғандығын, не болмаса асықпай шешім қабылдап жаңағыдай осылай болған дұрыс дегеннің өзінде жағдайды керісінше ушықтырып жібергендігі түсіп тұр, көріп тұрсыздар. Дегенмен де қарым-қатынас қайта қалыпқа келеді, сіздерде келмейді емес. Паж жезлов, екі жақтан да іс-әрекеттер, бас жарылып көз шығатын нәрсе болған жоқ қой деген ойда тұрсыздар. Күш өзіңде тұр. Басымы, энергетикалық басым, яғни сен жақта көбіне 60-та 40 болса да, не болмаса 70-те 30 болса да, сен басымырақсың. Неге, не себепті? Себебі сенің істеп қойған еш нәрсең жоқ. Сол себепті. Сенің басым болып тұрғандығың. Сезімі бар ма ер азаматтың? Ер азаматтың сезімі бар. Карта влюбленность. Арада бір сар жыланның жүргендігі әрине бар, дегенмен де бұл карта изучение деп айтады. Карта изучение. Ішке салып ойланып тұрғандығы көрініп тұр. Карта изучение. Осындай қарым-қатынаста, осындай моментте, оказывается, бұл өзін осылайнан ұстады ғой. Бұл өзін осындай қырымен көрсетті ғой. Мен неге оның шамына тидім екен? Не болмаса тыныш жатқан жыланның құйрығын басып, өзім жанындай үркіттім ғой деген сияқты сондай изучать етіп тұр. Осындай нәрседен өзіндік бір сабақ алғандығын көрініп тұр. Жеңіске жетеді, яғни татуласу болады деп көрсетіп тұр карта. Дегенмен де әркім өз бас пайдасын ойлайды. Бұл именно осы конфликттен кейін әркім өзінің бас пайдасын ойлайды. Қалай ойлайды? Сен барасың, не болмаса сені алып кетеді үйден, жаңағындай ұрысып қалған жеріне. Не болмаса мақұл екеуің бір үйде отырсыңдар, татуласқан күннің өзінде де сен уже қалтаңда, қан жағаңда өзіңнің пышағыңды ұстап жүресің. Кез келген моментте, кез келген ситуацияға мен дайын болуым керекпін. Жеме-жемге келген кезде мені ақыры осындай қылды. Мен кез келген сәтте өзімді дайындап жүруім керекпін. Мен кез келген ситуацияға дайын болуым керекпін деген нәрсе көріп тұрмын. Енді Паж Пентакль картасына келетін болсақ, мына жерде көрсетіп тұрған қандай жағдайда енді көрдің ғой, қандай ситуацияда қандай болып қалдым, ондай болдым, мұндай болдым, пышағымды дайындап жүретін болдым. Сол сияқты міне жұмыс ретке келтіру керек деп тұр. Если сен жұмыс істемейтін болсаң, жұмысқа орналас. 20 000 теңге, 40 000, 50 000 теңге продуктыға бере ма, 10 000 теңгесін көтіңе басып ұстап қал. Крайним случаем саған ол нәрсе керек. Финанс ол барлық жерде керек. Бұл қарым-қатынастың қанша уақытқа шейін бүйтіп тұратынын білмейсің. Ешкім білмейді. 10 минуттан кейін не болатынын. Дегенмен де бұның бәрі болжам. Бұның бәрі жағынан да егер туры келген адамдарға туры келіп жатыр, туры келмеген адамдарға туры келмей жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Бір картаның бүкіл 100 миллион адамға туры келуі мүмкін емес. Әркімнің ситуациясы әртүрлі. Дегенмен де мен дағы айтам. Резервте сенде міндетті түрде ақша болу керек. Резервте сенде міндетті түрде өзіңнің сенімді бір нүктең болу керек. Мен сеніп тұрмын. Мен мына екеуміз бүйтіп арамызға үшінші адам түсе беретін бес болған жағдайда, бұны қызғанып мен ауру болғанша, не болмаса ертең күні біреуден ауру жұқтырып келгенше, мен өз-өзіме жаңағындай сенімді болуым керекпін дейтін. Сенде өзіңде жұмыс болу керек. Бір жерде пол жуатын 80 000 теңгелік жұмыс болса да, хотя бы міне продуктым мен жаңағы тұратын арендамның ақшасы дейтін.
бір 80 мыңға қарап отпайсың ба, бірақ енді өмір бақи 1-2 ай сол 80 мыңдікін жұмысын көріп, одан кейін ақыры осындай болып отыр ғой, мынандай қылайын деген сияқты сондай іс әрекеттер ол әркімде де болады. Дегенмен де мен просто жаңағындай бірінші этабын ғана айтып отырмын. Ойы қандай саған деген ер азаматтың ойын көрейікші кәне. Ара қатынаста дуа бар сендерде. Сендерде ара қатынаста дуа бар. Картамак, міне. Тазалану керек. Дуа бар. Ойы қандай деген кезде ол ойлап отыр. Ол ойлап отыр да. Негізі энергетикалық талдауда айтатын болсақ, ол ойлап отыр, бұл если мен осы жерде одан кешірім сұрап үйтетін болсам, ол мені билеп төстейтін болады, билеп отырсам опақ, жатсам сопақ қылады, қандай да бір өзінің істеткісі келген нәрселерін істеп мені құл қылып жібереді деген сияқты, сондай вымышленный өзінің нәрсесі. Дегенмен де сені ойлап тұр қазіргі сәтте алдап жүр деп. Алдап жүр. Сен не деп айттың оған? Менде қазір жағдайым бәрі жақсы, міне. Жағдайымның бәрі жақсы, мен кереметпін, мен күшті болып жүрмін, менде ешқандай да проблема жоқ. Дегенмен де іші сыртқа күліп жүрген адам, сырттай проблемам жоқ деген адамның ішінде мұңы мен өкініші, жаңағындай қайғысы сондай міндетті түрде болады. Дегенмен де сен бәрі жақсы дегенмен де ол ойлап тұр. Ол мені алдап тұр, оның да жаңағындай жүрегі жаралы, алдап жүрген шығар, өйткен шығар, бүйткен шығар, дегенмен де ақшаның жетіспеушілігі ода бар деп ше, міне. Қу кедей болып кетсе, күнін көре алмай маған итімдей болып келсе деген ой болып тұр ода. Дегенмен де сондай нәрсе көріп тұрмын. Ер азаматтың психологиясы өте, мен айтар едім, мынау не арыстан, не скорпион деп ше. Скорее всего, скорпионға сай кеп тұр бұның энергетикасы. Именно жаңағындай ойы деген кезде оның скорпион, көбіне скорпиондардың ойы осындай болады. Бірақ скорпионның өздігінен өзі неғымайды, олар жандай ғой, фактқа сенеді, факттан бұрын жаңағындай еріме болады олар. Яғни оған біреу пәленше түгенше деп айтты, сенікі өйстті десе, сондайға сеніп қалады. Көзбен өзінің көргеніне емес, біреуден естігеніне сене салатын адамдар олар көбіне. Бірақ мына жерде сол скорпионның несіне сәйкес келіп тұр. Ойына сәйкес келіп, поведениесіне, оның іс-әрекетіне сәйкес келіп тұр. Ойының ойлап тұрғандығы, соның іс-әрекетіне сәйкес келіп тұр. Дәл қазіргі сәтте бұл жігіт не істеп жатыр? Жеңдім деп тұр, на самом деле жеңіліп тұрғандығы түсіп тұр. Карта повешенный, ойға қалып тұрғандығы бар. Жолым болып кетеді, енді ойбай болды, бітті, айырылыстық, мен деген күшті болып кетем, үйтіп кетем, сөйтіп кетем деген колесо фортуны түсті. Паш кубков, смс, сообщение, звонок саған келіп жатыр. Не болмаса алдағы уақытта келет дегенді білдіреді. Дегенмен де жаңа қайыршы, сені қайыршы қылам деп, жағынағындай ғой, сені опырайтам деп, дегенмен де опырайған дымы да жоқ. Жағына ойлап отыр, ол маңыраса, ол аңыраса, жағынағы ер азаматтың тарапынан итімдей боп, жаңағындай баратын жері басар тауы болмай, маған бәрібір қайтып келеді деп көрсетіп тұр. Дегенмен де оның тарапынан әлі де жазу болады. Жазу, нендей қандай қателік жібердім, егер мына қарым-қатынас ажырасу үстінде тұрған болатын болса, бұл қазіргі сәтте жазып жатыр.
болды, бәрін ұмыта салайық, ақыры осындай болса, ол осы уақытқа дейін болған конфликттің бәрін жоққа шығарады да, бірақ оны сен ұмытып кетпейсің ғой. Не дегенмен де қанша әртүрлі сөз айтылды саған, қанша әртүрлі кереғар нәрселер болды. Сен өсекші болдың, сен жаман болдың, сен проститутка болдың, былайша айтқан кезде сенен асқан жаман адам жоқ. Сенмен бірге бір үйде жүруге қорқатын өңшең сондай адамдар, сондай болдың. Сен бірақ оны жоққа шығара алмайсың. Бұны жеме-жемге келген кезде, отбасын соншалықты ушығып ажырасайын деп тұрған кезге келген кезде ер азамат не істейді? Ер азамат соның бәрі болмағандай кейіп танытады. Ондай нәрсе айтылмағандай, как будто сен өзіңмен өзің түлен түртіп, ішіңе жыңғырып кетіп қалғандай болады оған. Қарым-қатынасты қалыпқа келтірейік дейді, дегенмен де конфликт сендердің ара-қатынастарыңда выяснение дейді, былайша айтқан кезде. Сен өзіңдікін айтасың, ол өзіңдікін айтады. Сен өзіңдікін айтып, мынаны растап атқан кезіңде, міне осындай нәрсе болып еді қарым-қатынаста, сен сөйтіп айтқансың. Сенің көзіңше даже мына сенің әпкең өйстіп айтқан, не болмаса сенің шешең сөйтіп айтқан. Неге сен сол кезде менің сөзімді сөйлемедің деген кезде ол сосын жаңағындай болады, тупик болады. Ода тупик, стена. Не деп жауап берерін білмейді өзінің, не деп айтарын білмейді. Былай жүрсең өгіз өледі, былай жүрсең арба асынады. Ал енді жаңағы ажырасу моментіне келетін кезде, міне келген кезде, келіп тұрған кезде, одан андай ой, мен оған берер дымым жоқ қой, шындап келген кезде. Мен не берем оған? Немен алдарқата аламын? Мен оған жаңағындай крупный, ол уже крупный жерге келіп тұр. Жаңағы болады ғой, ұрыс-керістің соңында мен әйелімнен ештеңені аямаймын, мен оған iPhone 17 или болмаса iPhone 18 дейтін. Ол сен 17-18-іңмен де жаңағы неғылайын деп тұрған жоқ. Бұл проблема шешілейін деп тұрған жоқ. Дегенмен де бұндай кезде көбіне жаңағы ер азаматтың реакциясы мынандай болады. Тамақ та істемей қой үйде. Тамақ жемей қой, ақыры сондай десе, жемейміз онда онымен бірге. Бір үйде тұрайық, бірақ далаға шығып тамақ ішіп келеміз. Асханаға барып тамақ ішіп, кафеге барып ішіп келеміз. Көтінде 10 теңгесі жоқ, дегенмен де сондай нәрсені айтады. Так что өтірік алданып қалмай қойыңдар мына еркекке. Мен айтайын сендерге. Өте мынаяға қарапайым, анаяға анандай, мынаяға сындай болып тұрғанмен, еріме адам болғаннан кейін бұл кез келген сәтте, кез келген моментте, бұл даже мен айтар едім, жаңағы үйден 40 қадам аттап шыққаннан кейін бойдақ адам деп. Если шындап айтады болса, энергетика сондай нәрсеге әкеліп тұр. Өте қиын ситуация негізі. Өте қиын ситуация. Ер азаматтың тарапындағы ер азаматта өзі негізі бірақ нәрсе бар, жауапкершілік деген. Мен оны үнемі айтам. Маған осы видеомды көретіннің бір 40% ер азамат деп айтайшы. Осы мен видеоларымды көретін, маған даже хабарласып, карта аштыратын, ана екі бұтқа еге болып, мен сіздерге айтайын, екі бұтқа еге болыңыздар. Екі бұтқа еге боламайсыздар ма, тілге еге болыңыздар. Жауапкершілік деген нәрсе болу керек. Жауапкершілік жоқ па, сен бір үйленесің, ажырасасың, екі үйленесің, ажырасасың, үш үйленесің, ажырасасың, төртінші рет үйленесің, ода да ажырасасың. Сен жауапкершілікке алып өзіңнің отбасыңды жаңағындай менің қатыным өзі не істегісі келеді, соны істейді десең, сенің қатының далаға ләйліп кетпейді, былайша айтқан кезде. Менің сөзімді сөйлеп отыр, маған одан артық не керек деп, хочет далаға шығып тамақ ішеді, хочет үйге заказ бере салады, например, тамақты. Істегісі келмей ма? Істемейді. Вот, мен сендерге тамақ істеп, құл болу үшін алып келген жоқпын бұл әйелді үйге. Маған жар болсын, балаларым анасы болсын деп алып келдім. Әр әңгімелеріңді айтып, миын ашта бермеңдер, өсектеріңді айтып. Өсек деген нәрсе мүлдем қозғалмасын үйде.
жамандайсыңдар ма, көршінің үйіне барып басқа біреуді жамандаңдар деген сондай нәрсе болса, егер ер азаматтың тарапынан, ол кезде кез келген отбасы дені сау отбасы болар еді, бақытты отбасы болады, тұрақты отбасы болар еді. Хоть сен далада басқа біреумен жаңағындай кездессең де, үшінші бір тараппен жолықсаң да, ондай адамдардың өзі тиянақты болады, жүрісі де. Дегенімен де мен мына жерде бір тиянақтылық көріп отқан жоқпын. Ол өзінің жаңағы сенің әке-шешең өзіңдікін өзектен тепсең кетпейді, кісінікін кісендесең тұрмайды деген нәрсе бар. Оны ұмытпау керек. Бұрыннан келе жатқан әңгіме. Егер жаңағындай постоянно давить етіп әйелге постоянно сен істеуің керек, сен міндеттісің деген нәрсе өзіңнің түбіңе жетеді. Ер азаматтың өзінің түбіне жетеді. Сондықтан да ешкімге еш нәрсе істеп беруге міндетті емес. Міндетті только әркім өзінің анасына міндетті. Нақты осы картаның советін сұрап көрейік енді. Апайват үйленеді. Үйленгеннен кейін вообще ерлі зайыптылар бірден бөлек шарт тастаған дұрыс ше, негізі. Содан тиімді нәрсе жоқ. Совет карты. Өткен өміріңдегі тура отбасылыққа қатысты ғой, қара. Өткен өміріңдегі жақсы кезеңдерді ешқашан есіңнен шығарма, қиын кезеңдерді де есіңнен шығарма. Жаңағы бір турамнан да екіге бөліп жеген кездерді де ұмытпа деп көрсетіп тұр. Қызуқандылыққа салынбау керек деп көрсетіп тұр. Ер азамат сияқты өзің жұмыс істеп, жаңағындай ер азаматтың тірлігіне араласып кетуді тоқтат деп көрсетіп тұр. Үй мәселесіне, үйдің ішіндегі шаруаға келген кезде даланың шөбін де өзі жұлсын, жағынан есіктің алдына гүлді де өзі отырсын, гүлді отырғызасың ба, или жерді сол қазсын деген сияқты. Түсіндің ғой? Жұптық. Әрқашанда әйел мен ер адам өзінің орнын білу керек отбасыда. Сол кезде ғана үлкен нәрселерге жетістіктер сондай кездерде ғана белең алатындығын көрсетіп тұр. Нақты осы. Көп жерлерде айтамыз дегенмен де қоямыз, бірақ оны жүзеге асыратын ер азамат болса тіптен жақсы болар еді. Дегенмен де бізде ондай ер азамат қайдан? Ер азаматтардың бәрі қазір ұсақталып, майдаланып, туралып кеткен, үгітіліп кеткен даже. Әрбір ер азамат өзінің жаңағы жауапкершілігін білсе, ер балаларға да өзінің ұрпақтарына сондай нәрсені үйретсе, ешқандай да жаман отбасы болады деп мен айта алмаймын. Ешқандай да кері әсер, жаман әсер деп айта алмас едім мен. Сердце разбито, реніш, өкпесі қара қазандай болып отыр. Өкпең қара қазандай болып отыр. Ойға салып ойланып отырсын. Не айтасың? Не істеймін, не қоям деген ой бәрібір де бар. Қалай қылам, қалай қоям деген ой, ол барлық жерде бар. Нақты осындай жорамал түсті бүгін бізге. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоны бастан аяқ толықтырып көріп шығыңыздар. Ол аттап көргеннен түсінбей қалуларыңыз мүмкін.
лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, астында колокольчикті басыңыздар. Видео жүктелген жағдайда не болмаса тікелей эфирге кірген жағдайда ютубта бірден уведомление барып тұрады сізге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.